Машинамызға болды және болмады қағаздары керек болады. Және де бізге маған қойылатын сұрақтар керек болады. Және ендеше бастайық. Ең бірінші біз бірінші сұрақтан барамыз. Бұл сұрақты мен жазған жоқпын, әпкем жазған. Ойнағанда үстіңді білдіріп келетін кезің болды ма? Бұл екеуі болмады дегенге мен үлкен кезімде мүлдем болмаған, ешқашан болмады. Ал мына болды деген жауап, ол кішкентай кезімде болса болған шығар, ал менің есімде жоқ. Және де екінші сұрақ. Түнгі 3-ге дейін отырған кез болды ма? Болмады. Себебі менің ата-анам мені қадағалап, содан кейін жататын болады. Телефонның бәрін жинап алады. Үшінші сұрақ. Ешқандай тамақ жемей бір күн жемеген күнің болды ма? Яғни тамақ жемеген күнім ол болмайды. Себебі менің артымнан дұрыс тамақтан тұрады, ешқашан мұндағы жол болмайды. Төртінші сұрақ. Жан досыңа ұрсыспаған кезің болды ма? Әрине, бәріміздің басымызда болады. Ол менде болды. Және ол қашан, қайда, неге деген сұрақтар болса, мен оны комментарийге жазыңыз. Мен сол жерде жауап беретін боламын. Ал қазір кішкене жауап бере кетейін. Әр адам басында ондай болады. Көзіңмен ұрсыспалу, ал соңында қайта достасамыз. Және комментарийге жазыңыздар. Ал сіздер де осы сұрақтарға жауап бергілеріңіз келсе, комментарийге жазып қалдыруларыңыз болады. Сен автобуста ұйықтап қалған кезің болды ма? Ол менде болмады. Өйткені мен автобусқа отырып көрмеймін. Только машинамен жүремін. Үйде жалғыз қалған кезің болды ма? Ол әрине болмады. Себебі біз үлкен отбасымыз, 7 адамды. Және бізде біреу келсе біреу келеді, біреу келсе біреу келеді. Şimdi мен ешқашан біреуге қалмаймын. Құрбыңның үйіне қонған кезім болды ма? Менің құрбымның үйіне қонған кезім болды. Өйткені мен жақын құрбыммен сабақ оқуға барамын. Ата-анамнан сұрап, сатуға да барамын қонуға. Сабақ жасаймыз ол кезде, дайындаламыз дегенде. Менде 3 сұрақ қалды, достар. Телефонымды сындырған кезім болды ма? Ол былай айтпақшы болғанша, телефонның экранын сындырған кезім болды ма? Ол әрине болған. Менде болған. Себебі мен телефонды ұстаймын, ешқашан түспеген. Менде 2 сұрақ қалды. Соның біреуін таңдаймын, және ең соңғысы біреу қалды. Ютубта саған жаман коммент жазған адам болды ма? Ол әрине болды. Бірақ бірнеше рет емес, менде 1 рет қана болды. Ол қай кезде десеңіздер, ол бірінші YouTube ашқан кезінде мен бірінші видео салған болатын. Және де бір спорт деген бір канал маған онша емес деп жазған болатын. Және мен қатты ашуландым, бірақтан оған мән бермедім. Қазір ол көріп отса, өзде біліп отқан шығар. Және ең соңғы сұраққа да келіп жеттік. Сабақтан қашқан кездерің болды ма? Қызық сұрақтар екен. Және бұл бәріміздің басымызда өткен, және бұл менде болды. Себебі бізде ата-аналар деп мұғалімдер жиналысқа кетеді, анда кетеді, мұнда кетеді. Және біз сыныпта жалғыз өзім шулап қалатын болғанбыз. Және мен 5-ші сыныпты бітіретін кезде біз қашқан болатын. 4 қыз, 2 бала болып, және апайым мүлдем ұрыспаған. Себебі соның ертесінде күні
Соң қоңырау еді. Біз әдейі қашып кеткен болатынбыз. Және де біз челленджіміз бітті, аяқталды. Егер де осы видео ұнаса, лайк басам және осы арнаға жазылып кетіп комментарий қалдырамыз. Сізде де осы челленджді түсірулеріңізді тілектеспін. Пока!